Саламатсыздар ма? Мен Жұмабек Ташенов атындағы мектептің тарих пәні мұғалімі Смағұлова Гүлжанат Айгалиевна. Бүгінгі талқылайтын кітабым Орыншақ Қарабалинаның «Ұстаз бақытты» атты кітабы. Бұнда кітаптағы ұстаздың бақытты болу үшін бақытты ұстаз материалдық құндылықтардан емес, жаңағы өзінің шәкіртінің жетістігінен, жанға шуақ беретін рухани дүниелерден іздейді. Автор ұсынған басты идея: ұстаз бақытты болу үшін қоғамның өзгеруін күтпеу керек. Ұстаз алдымен өзін өзгерту керек деп пайымдайды. Енді бұл кітапта мұғалімнің іштей шаршауы, күйзелісі, мамандыққа деген махаббаттың қайта жануы, өмірлік миссиясын қайта табуы ашық айтылады. Енді мұғалімнің жаңағы жиі эмоциялық шаршауға жиі ұшырайтыны да айтылып көрсетіледі. Енді автор ұстаздың образын ашу тәсіліне келетін болсақ, ұстаз бір ғана рөлді ойнамау керек. Автор шығармашылық иесі, ұстаз психолог, ұстаз ұлттың ұстасы ретінде көп жақты жан-жағынан баға береді. Яғни мұғалімнің атқарар рөлінің көп екенін, яғни адамның бойындағы әрбір баланың ішіндегі шамның жағып, оны тұлға болып қалыптасуына әсер ететінін айтып өтеді. Енді бұл кітапты оқығаныма қатты қуанамын, және басқа мұғалімдерге де кеңес беремін. Жаңағы айтады ғой, мұғалім қателессе өзіне ұқсас дүбәра ұлтты шығарады, дәрігер қателессе адам өлтіреді деп. Енді мен ұстаздарға айтарым: қателеспеңіздер, оқыңыздар, дүбәра ұрпақты өсірмеңіздер, көп ізденіңіздер. Ұлттың болашағы сіздердің қолдарыңызда. Яғни қоғамды ояту сіздердің қолдарыңызда. Яғни ұстазға артылатын жүктің көп екенін, яғни мұғалімнің тоятсынауға болмайтынын, мұғалімнің әрдайым ізденісте жүру керек екенін жаңағы Қарабалина өзінің кітабында айтып көрсетеді. Яғни жалпылама мұғалімдерге қойылатын талап, яғни ұстаз ізденбесе мұғалімдік жұмысының тоқтауы деп бұл Қарабалина өзінің кітабында айтып кетеді. Сау болыңыздар, сәттілік. Сіздерге де осы кітапты оқуға кеңес беремін.